Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Күн жүйесіне арналып жасалынған балабақша және мектеп оқушыларына арналған тамаша көрнекіліктің жасалу жолымен таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөліктерді мен принтерден шығарып, барлығын қиып, одан кейін ламинатордан өткізіп, алдын ала дайындап алдым. Одан кейін дракылмен осылай бас жақтарын тесіп аласыздар. Одан кейін бізге осы ай жердің бас жағында біріктіріліп тұру керек. Осы жерден тесіп, айдың екінші бас жағынан тесіп аласыздар да ортасынан жаңағы братсымен жалғайтын боласыздар. Бізге осында екі братсы керек болады. Біреуі жаңағы жер мен айға, екіншісі барлығын біріктіруге. Осы жердегі жердің бас жағынан бірінші кіргізіп, екінші артқы жағынан айдың бөлігін, яғни планетаны өткізіп, артқы жағын біріктіретін боламыз. Одан кейін барлық планетаны осылай братсы арқылы бір-біріне біріктіріп шығамыз. Тағы да айта кететін жайт, осы көрнекілігімізді тақтада жапсырып ұстап тұру үшін осындай магнитный фотобумага қажет болады. Бұл негізі тақтада онша ұстамайды, бірақ жұмыс барысында қазір көретін боламыз. Дәл осындай екі жақты скотчты алып, магниттің бетіне жапсырып, қиып аламыз. Бұл бөліктерді ұзын-ұзын қылып қиып, жеке-жеке бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді осы магнит бөліктерінің жаңағы самоклейшінің артқы қағазын алып тастап, жеке-жеке жапсырып шығатын боламыз. Яғни бұл осы магнитті барлық бөліктерге жапсырып шығуымыз қажет. Магниттің барлығын жапсырып болдық. Мінекей соңғысын жапсырдым. Енді осы күнге барлық бөліктерді, күн жүйесіндегі планеталарды братсыға біріктіріп шығатын боламыз. Братсын ең алдымен күннен, одан кейін күнге жақын планеталардан бастап, бірінен кейін бірін өткізетін боламыз. Мысалы, бірінші Меркурий, екінші Шопан, үшінші Жер, одан кейін Марс, басқа планеталардың барлығын рет-ретімен орналастырып біріктіретін боламыз. Дайын болған көрнекілігіміздің артына мен қайтадан арнайы магнитпен жапсырып шықтым. Себебі бағанағы магнитный фотобумага бұл көрнекілікті тақтада ұстап тұра алмайды екен. Сіздерге де айтар кеңесім, арнайы магнитті сатып алып, сосын осы көрнекілікке қолдануға кеңес беремін. Осында керемет көрнекілік шықты. Сабақтарыңызда оқушыларды қызықтырып, осы күн жүйесі тақырыбын таныстыруға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер.